Сіз тадалафил ішіп көрдіңіз, бірақ нәтиже болмады. Неге? Дәрі жарамады ма? Әлде басқа себеп бар ма? Шын мәнінде бұл жағдай өте жиі кездеседі, және оның нақты түсіндірмесі бар. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге тадалафилдің неге кейде нәтиже бермейтінін және оның әсерін ғылыми тұрғыдан қалай арттыруға болатынын нақты айтып беремін. Соңына дейін көріңіз. Өйткені соңында мен дәрі мүлдем әсер етпеген жағдайда да нәтиже беретін бір тәсілді айтамын. Бірінші, ең жиі жіберілетін қателік таблетканы дәл керек сәтте, яғни қатынас алдында бірден ішу. Тадалафил бұл жылдам әсер ететін дәрі емес, ол қанға баяу сіңеді. Пик деңгейіне, яғни ең күшті әсеріне қабылдағаннан кейін 2-3 сағат өткен соң ғана жетеді. Мысалы, кешкісін жоспарыңыз болса, дәріні кемінде 1,5 сағат 2 бұрын ішіңіз. Тым кеш ішсеңіз, дәрі жұмыс істеп жатқанда сіз уақыт аяқталды деп ойлайсыз. Жалпы, тадалафил тамақпен бірге ішуге болады делінеді. Бірақ тым майлы тағамдар, фастфуд, дәрінің сіңуін 1 сағатқа дейін кешіктіруі мүмкін. Сондықтан жеңіл тамақтан кейін ішкен дұрыс. Аш қарынға ішпеңіз. Дәріні дұрыс уақытта ішу нәтиженің жартысы. Екінші қателік. Егер қан тамырларыңыз холестеринмен толып, икемділігін жоғалтып қалған болса, ешқандай дәрі толыққанды нәтиже бермейді. Тамыр тарылған болса, дәрі қаншалықты күшті болса да толық нәтиже бермейді. Сондықтан тамырларды қолдау өте маңызды. Ол үшін біріншіден, арнайы қоспалар. Омега-3 қанның қоюлануын болдырмайды. Витамин D3 тамыр қабырғасын нығайтады. Ал L-аргинин азот оксидін өндіруге ықпал етіп, тамырды табиғи жолмен кеңейтуге көмектеседі. Екіншіден, майлы тағамнан және темекіден бас тарту керек. Өйткені тамыр денсаулығы мен эрекция денсаулығы бір-бірімен тікелей байланысты. Тамыр сау болса, дәрінің тиімділігі де арта түседі. Үшінші қателік. Алкоголь мен дәріні араластырмаңыз. Алкоголь қан қысымын төмендетеді. Екеуін бірге қабылдасаңыз, қысым төмен түседі, бас айналады, жүрек жиі соғады. Бұл қауіпті жағдай. Алкоголь мидағы қозу орталығын тежейді. Яғни, дәрі тамырды кеңейтуге дайын тұрса да, мидан тиісті сигнал жетпейді, нәтиже болмайды. Максималды нәтиже үшін дәрі ішер алдынан кемінде 24 сағат ішімдіктен бас тартыңыз. Төртінші қателік. Дозаны дұрыс таңдаңыз. Тадалафилді қабылдаудың екі түрлі схемасы бар. Бірінші схема – күнделікті 5 мг. Бұл емдік курс. Дәрі қандағы деңгейін тұрақты ұстайды, яғни кез келген уақытта организм дайын болады. Бұл схема тамырлардың жалпы жағдайын жақсартады. Екінші схема – қажеттілік бойынша 20 мг. Бұл бір реттік күшейтілген доза, белгілі бір сәтке арналған. 20 мг доза нәтиже бермесе, адамдар дозаны өздігінен арттырады. Бұл өте қауіпті, жүрекке жүктеме түседі. Дұрыс шешімі. Егер 20 мг жеткіліксіз болса, бұл дозалау мәселесі емес, организмде кереңірек себеп бар деген сөз. Бесінші қателік. Тестостерон деңгейін тексеріңіз. Тадалафил тамыр жұмысын реттейтін техникалық құрал, бірақ моторды іске қосатын ол тестостерон. Тестостерон деңгейі төмен болса, либидо жоғалады. Қалау болмаса, ешқандай дәрі эрекцияны қамтамасыз ете алмайды. Бастапқы сигнал мидан келуі тиіс. Енді негізгі құпияны айтсақ, зерттеулер бойынша, тадалафил қабылдағаннан кейін 15-20 минут жаяу жүру, жеңіл жаттығу жасау, дәрінің тиімділігін 40% арттырады. Қозғалыс қан айналымын жеделдетеді. Дәрі тамырды кеңейтуге дайын тұрады. Ал қозғалыс сол қанды бүкіл денеге, оның ішінде керекті жерге белсенді апарады. Екеуінің энергиясы нәтиже. Диванда жатып нәтиже күтпеңіз. Тадалафил тиімді дәрі, бірақ оның жұмыс істеу үшін сіздің денеңіз дайын болуы керек. Уақытты дұрыс таңдаңыз, тамырларыңызды қолдаңыз, алкогольден аулақ болыңыз. Дозаны дұрыс қабылдап, гормондарыңызды бақылаңыз. Бұл 5 тәсілді сақтасаңыз, нәтиже сізді күттірмейді. Видео пайдалы болса, лайк басыңыз және каналға тіркеліңіз.